Жаңа жылдарыңызбен. Иә. Дайындалып жатсыздар ғой екен, елдің бәрі дайындалып жатыр. Жаңа жылыңмен. Құрметті мұсылмандар, күндердің әрбір күні бұл Алланың берген үлкен нығмет күндері. Күндердің әрбір күні. Момын мұсылман адам әрбір күнді Алланың берген сыйы деп қабылдайды. Ал бұлар мейрам мәселесіне келетін болса, жалпы мейрам мәселесінде, оны қарауымыз керек. Қандай мейрам ол? Кімнің мейрамы? Мен не істеп жүрмін ол жерде? Неге мен оған шапқылап жүгіруім керек деген сияқты қарауымыз керек та. Қарайтын болса, қазіргі мынау жаңа жыл деп жатқанымыз, бұл мұсылманның мейрамы емес, бауырлар. Ашығы осы. Бұның тарихында зерттеп көрсеңіздер болады, қайдан шыққанын көрсеңіздер болады. Бұл мұсылманға ешқандай қатысы жоқ мейрамдар. Әрине біз мұсылман болғаннан кейін, мұсылман адам кім деген кезде пайғамбар алейхиссалам қолымен, тілімен ешкімге зиян бермеген адамды мұсылман деп айтамыз деген. Мұсылмандар әрине біреудің шырқын бұзып барып, ана елкаларын құлатуға болмайды. Айтқымыз келіп тұрғаны, сен неге елка алып жатсың үйіңе? Әңгіме осы ғой. Саған қатысы жоқ ол мейрамның. Көрдіңіздер ме, құрбан айтта, ораза айтта, с праздником деп келіп тұрған сол ұлттарды көргенсіздер ме арамызда? Басқа дін өкілдері келе ме арамызға? Мейрамдарыңмен енді. Әйтеуір бәріміз бір шаңырақтың астында өмір сүріп жатырмыз ғой. Мейрамдарыңмен деп келе ме солар арамызға? Келмейді. Өйткені олар біліп тұр. Бізге қатысы жоқ ғой олардың құрбан айттары дейді. Олардың ораза айт мейрамы бізге қатысы жоқ дейді. Солай емес пе? Сол үшін бауырлар біз анықтап алайық мұсылманның мейрамы қай жақта екендігін. Мейрамға келетін болсақ, мен Аллаға шүкір тауба, әр апта сайын мейрамымыз бар. Ол қандай күн? Жұма күні. Міне сайдыл аям, күндердің сұлтаны. Ал егер түнде тойлаған кез, түнде сондай мейрам керек болса, ол қадір түні. Қадір түні. Бала шағамызбен дастархан жайып, тілегімізді айтып, Аллаға жалбарынып, дұған қабыл болатын түнме бойда, таң атқанға шейін деп айтты ғой Алла субхана ва тағала. Егер түн керек болса, күндіз керек болса, құрбан айтың бар, ораза айтымыз бар, Аллаға шүкір. Сол үшін бауырлар, біз жаяу емеспіз. Аллаға шүкір, мұсылманға Алла тағала үйіп төгіп еселеп беріп қойған біздерге. Енді соған қарамастан бауырлар, мынау өсіп келе жатқан балаларымыздың санасын уламайық. Балаларымызда. Әңгіменің бәрі сол елканың жанынан басталып жатыр, сол шыршадан басталып жатыр. Ол баланың санасында қалып кетіп жатыр. Осындай мейрам екен ғой дейді. Қарап отырсаң, мектептегі шыршалардың өзіне келетін болсақ, сенің ақшаңды алып алады да, балаңа сыйлық бергізеді анау. Өтірік Аяз атаға. Жасанды ғой оның бәрі. Сөйтіп бала не болады? Жасанды нәрсеге үйрене бастайды. Ал енді сендіріп көр, оған мен ақша бергем, ол саған алып бер деген ұқпайды бала. Жоқ, мен соның қолынан алғанмын дейді. Сол үшін бауырлар, біздің балаларымызбен біреулер жұмыс жасап жатыр, бірақ біздер көбірек жұмыс жасауымыз керек. Оларға қазір осы жаңа жыл жайында тақпақтар жаттатып жатыр ма? Демек біз жұмыс жасамасақ, балаларымызды білгенін қылып жатыр әркім. Әркім әрдеңені жаттатып жатыр. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе бауырлар, жаңа айтылдық, Алла тағаланың әрбір күні Алланың берген үлкен нығметі. Алланың берген нығметін мұсылман адам оны дұрыс пайдаланады. Бір мезетте бәрі сағатқа қарап отыр, бір дегенде күнә жасау ол жақсылыққа апармайды. Сағатқа қарап отыр, бәрі бірдей басталады ана жерде. Оның арасында ең қызығы, ең аянышты сәт, ата-аналар балаларына ішімдік үйретеді сол жерде. Енді кішкентай шампанский ішсеңдер болады дейді. Біздің алдымызда. Бірақ бұлай ішпеңдер дейді. Сол бір жылда бір мәрте енді рұқсат бердік, аздан азғана.
Сөйтіп ата анасы соғыстырып баласына не үйретіп жатыр? Сол харам нәрсені үйретіп жатыр. Құдайдан қорықпай. Ол ойлап жатқан жоқ. Бұл қайдан келді нәрсе? Неге мен бала шағама осыны орындауым керекпін? Деп ойланып жатқан ешкім жоқ ана жерде. Ертең баласы ішіп алып, Құдай сақтасын, сол жолға түсіп кетсе, әке жылайды. Құдай мен саған не жаздым дейді. Құдай не жазды саған? Саған Алла берді ғой, сол баланы берді, аманат қылып берді. Сен қалай баланы тәрбиелесең, бала солай кетейін деп тұр. Сол үшін бауырлар, біз ықтият болайық. Қазір бала шағаға не көрсетсек, бала соны қайталайды ертең. Мынау тарихымызда жалпы кітаптарды қарасаңыздар, бізде тәрбие дегенді көп қолданбаған екен. Бала мәселесінде көргенді деген көп қолданған. Әке көрген дейді. Не істейді? Көрді, әкесінің соғыстырып атқанын көрді, алып қой деп атқанын көрді, жаңа жылың мен деп атқан тілегін көрді. Бала көрді соны. Ал ертең бала да оны қайталайды. Шеше көрген, ол да шешесін көрді. Шешесі де жүр соның ішінде. Қыз көрді оны. Демек осылай болу керек. Сосын бауырлар, бір мезетте күнә жасау жақсы нәрсе емес. Біздер мұсылман халқы бұны дұрыс түсінуіміз керек. Және айтамын, олардың шырқын бұзуға ондайға бармаймыз. Әрине, тойлағандар сол қауымдар тойлайды ма, сол мезетте не істесе де өздері білсін. Ал бірақ айтқымыз келіп тұрғаны, біздер оған үлескер болмайық. Үлескер болсаңыз, пайғамбар айтады, кім қайсы қауымға еліктесе, қияметте солардың қатарында болады деген. Бұл хадис. Құдай сақтасын, мен жыланам жоқ, олардың қатарында қияметте тұруға, Алла сақтасын. Бала шағамға да тілемеймін о нәрсенің тұруын. Соны сіздерге де айтып жатырмыз да, ондайға кірмеңіздер. Алла нәсіп етсін, пайғамбардың жанында тұрайық иншалла. Абу Бәкір Сыдықтың жанында тұрайық, радиаллаху анхудың. Сол Абай атамыздың жанында тұрайық, Шәкәрім атамыздың жанында тұрайық, Құнанбай Қазының жанында тұрайық иншалла қияметте. Олар от шашып жаңа жыл өткізген емес сол адамдар. Біздің ата-бабаларымыз қарасаңыздар, олар осы шариғатпен, дәстүрімізбен ұштастырып, солай бізге керемет өмір, ғибратты өмір қалдырған солар. Біз қазір келіп алып, бауырлар, әркімнің қалып кеткен нәрсесіне еліктеуді қою керек. Және айтамын, бізге Алла Тағала тәуелсіздікті сол үшін берген еді. Болды, біз тәуелсіз мемлекет болдық. Жарайды, әуелгі кезеңдерде жарайды бәрі сол бір мемлекеттің қол астында болды да, солардың әні жүріп жатты сол кезде. Не айтса да олар білгенін қылды. Дінді апиын қылды, дінді сондай, Құдай жоқ деп сондай идеологияны түзді, білгенін қылды. Бірақ Аллаға шүкір, сол кездегі ата-бабаларымыз тәуба. Олар исламды жақсы түсінгендіктен, олардың несіне түсіп қалмады солар. Ақырында сол ислам мен мұсылмандарды тәрбиелей берді. Біз тәуелсіздік алған кезде қай дінге кірсек екен деп ешқандай дінге еліктеген жоқпыз ғой. Соларға рахмет, бізге дінге жеткізген да солар. Ақырын. Енді тәуелсіз мемлекетке келген кезде енді бауырлар бізге ұят болады. Ондай нәрсені мүлдем елеусіз қалып кету керек. Мысырда сол 7 жыл жүрдік қой оқуда. 2005-тен 2012-ге дейін. Сіздерге айтайын, дәл осы 31 желтоқсан басқа араб мемлекеттерін білмей, Мысырда айтып жатырмын сіздерге. Кәдімгі күн сияқты ешқандай еленбейді. Ал елге келсек, Құдай сақтасын, сол бір сәтте соғыс болып жатқан сияқты. Бауырлар, ол ақшаңа ертең жауап бересің. Сәулет алмаңыздар. Расул айтады, әрбір тиынға жауап бересіңдер. Қайдан таптың, қайда жұмсадың? Қайдан таптың ақшаны, қайда жұмсадың ақшаны? Ертең Құдайдың алдында сәулет алдым деп сауап істеп ойлап қалмаңыздар. Ол сәулет қанша адамдардың көзін шығарды. Қаншама балалар майып болды соның арқасында. Ол айтылмайды да, өкінішке орай. Өкінішке орай нелерде айтылмайды сол. Ал бірақ сол түндегі болған көп оқиғаларды арасында ғана естіп қаламыз да не болғанын. Бірақ оны айтпайды. Бір мұсылман бір жерде сүрініп қалса, оны айтады бірақ. Мұсылмандар міне, террористер, экстремистер, вахабистер міне мынандай қылып жатыр дейді. Ал олардың істеген бір түніндегі сондай қиянат адам баласына жеткізген. Оны ешкім айтып жатқан жоқ. Ана бір апа немересі қоймай алып шыққан ғой көшеге. Жүріңіздер, сәулет атамыз деп.
Ена үлкен қария кісі ана немересін айтса мені тыңдамайды дейді. Жарайды деп жатыр, бала немересі үшін көңілінде барған дейді. Барып анау атқан анау сәулетін. Бірнеше уақыттан кейін біткен. Енді санаған ғой, сыртында жазылып тұрады екен ғой. 10 ба, 15 ба. Сөйтіп солған жетпей қалған да, сөйтіп тоқтап қалыпты. Кейін немересі айтты, мынау атылмай қалды дұрыс. Бітті, басқасын бер деп жатқан кезде, анау кісі қолын алғанда, неге атылмайды деп қараған кезде анау екінші несі басылып кеткен ғой, атылатын білесіз. Апаның көзін ойып түскен да. Ал не болды сонда? Оған кім жауап береді енді? Соны шығарған адам да, соны анау шекарадан асырып алып келген адам да, соны жарайды өтіп кет деген аяғы шекарадағы адамдар да, сатқан дүкенде тұрған саудагерің да, кім үлескер бәрі қияметте жауап береді сол кісінің көзіне. Бүткіл бәрі соучастник болды, бір күнәні істелінгеніне. Ойламаңыз ғой, тек қана шығарған қауымдар емес. Мына көршілеріміз риза болып жатқан шығар. Жақын жерден клиент жақсы болды қазақстандықтар деп. Алып жатыр ананың бәрін. Бауырлар, отпен ойнау жақсы нәрсе емес негізінде. Бұл от Алла Субхана ва Тағаланың тозақта азаптайтын бір несі да. Ал шариатта отқа тыйым салады, отпен ойнамаңдар дейді. Бұл от тек қана Алла Тағаланың ісі дейді. Қияметте Алла Тағала жаһаннамды, тозақты осы оттан қылған дейді. Отпен орап қойған дейді. А ол отты тілемеңдер дейді, ғалымдар айтады. Сол үшін ғалымдар айтқан не? Қазақ айтады ғой, от пен су тілсіз жау дейді. А оны адамдар ақшаға сатып алып келіп, от шашып жатыр да мына жерде. Қанша адамдардың үйі өртеніп кетті. Анау атқан кезде бала ғой. Мына жақ қарап қисайып атқан кезде ананың кісінің үйіне кірген де терезесін сындырып, ана үйінде пожар болып жатыр. А оны кім төлейді енді ол ақшасын? Мына айтады, мен қайдан білейін дейді, бала ғой дейді. Құлып кетесің ба сөйтіне біреудің қаққысынан? Жоқ, құламайсың. Сол үшін бауырлар, және айтам, бұл жаңа айтып жатқан жаңа жыл деген мәселесі 1% қоғамға пайда әкелетін күн емес бауырлар. Тек қана трагедия болатын түн, тек қана қылмыс болатын түн, тек қана адамзатқа сондай бір опасыздық қылатын түн ғой негізінде. Енді аянышты болып тұрған жері соның ішінде жағаласып біздің бауырларымыз да жүр да. Жаңа жылыңмен деп. Сақалы сапсиып. Не нәрсе бұл? Анау нелер бар екен ғой оларда, анау суға шомылатын күндері бар ғой. Бір қауымдардың. Біліп отырсыңдар ғой бәрін. Сол да мұсылмандар шомылып жүр да, субханалла. Не істеп жүрсіңдер? Жоқ, ниетіміз ондай емес, шомылып жатырмыз дейді. Соған дейін бармайсың ба, содан кейін бармайсың ба? Міндетті түрде солардың анау сол уақытта бару керек па? Ақидасы дұрыс емес жігіттер ғой аналар. Өйткені анау папасы келеді да, несін салады ғой суға? Несін салады? Айтпай жатыр. Олардың сенің бойынша енді су не болды ана жерде? Жоқ. Біліп отырмын. Қасиетті суға айналды ол дейді. Қасиетті суға айналды, енді олар не істейді? Сол қасиеттен махрұм қалма деп тұрғаны ғой енді. Басыңды болса батырып қал, аяғың отырса батырып қал дейді. Ана су қандай суға айналып кетті? Қасиет. Ақида ғой мына, Алла сақтасын. Не ақида мынау? Сол үшін бауырлар анықтап алайық. Біз Аллаға шүкір мұсылман халықпыз. Мұсылмандығымызға бізге бауырлар мына тәуелсіздікпен бірдей келатқан емеспіз. Тәуелсіздігіміз 30 жыл болды ғой. Ал мұсылман болып келатқанымыз қанша болды? 12 ғасыр болды. Әрине әлмисақтан бері мұсылманбыз, әлмисақтан бері әрине. Ал бірақ осы әлемге келген сәттен бастап келетін болсақ, қазақ даласында ла илаха иллаллах Мұхаммад расул деп келатқан уақыттарымыз Аллаға шүкір 12 ғасырдан бері мұсылман халықпыз.